Неге кейде саланы тастап кетіп жатыр жастар? Кім айтады осы сұрағын? 4 жыл университет оқыды да, дипломды алды, қойып қойды, ар жақта қарасаң, біреу саудаға кетті, біреу таксовать етіп жүр, көшеге шығып алды. Неге? Қалай ойлайсыздар? Ау? Қызығушылық жоқ? Оқу тегін шықты, соған түседі ғой көбісі. Грантқа қайсысына түсе алды, соған түседі. Ұнағанына түседі. Міне, ашық айтып жатсыздар. Неге осыны баяғыда әкелерің айтпадыңдар осы әңгімені? Енді оқуға түсейін деп жатқан кезде, балам, не оқисың деген кезде айтпадыңдар осы әңгімелерді? Дұрыс айтып жатсыздар. Яғни қызық маған мамандығым қай жерде арзан оқу болды, соған кетіп қалдым ғой деп мына ақиқатты айтып жатыр. Негізі ол дұрыс емес. Негізі ақиқат айтып жатсыздар, негізі осындай қадам жасау дұрыс емес. Сонда 4 жыл өзінің жақтырмаған, өзі таңдамаған саланы бала таңдады. Не үшін таңдады? Мына кім айтқандай? Арзан екен, әйтеуір оқу екен. Ең маңызды әйтеуір платныйға түсіп қалсам да несі арзан екен? Оқу ақысы арзан екен. Қазақ оны айтып қойған. Арзанның несі шықпайды? Несі шықпайды? Арзанның сорпасы шықпайды дейді қазақ айтады. Демек, ондай арзан дүние деген нәрсені міне кейінгі жастарға айтарымыз, әу баста қадамдарың дұрыс болмаған. 4 жыл уақытын жай өткіздің, өтірік, оқыдым ба, оқыдым, диплом бар ма, бар. Сонда кім алдап жатыр? Өз-өзіңді алдап жатсың. Құрметті саудагерлер. Жаңа айттым. Бәріміз саудагеріміз өмірде. Не аласың, не бересің. Сонда сол таңдаған салаларыңызды, құрметті жастар айтайын, биыл мектеп бітірген арамызда жастарда отыр міне, айтарым. Таңдаған салаға кетіңдер. Ана әкеңнің түсе алмай қалған оқуына, әкеңнің армандап кеткен бір. Сол әкемнің арманын орындайыншы, іске асырайыншы деген қойыңыздар. Және айтам. Сен оны ешқашан несін апарам жеткізе алмайсың. Яғни өзің ұнатпаған мамандыққа таңдасаң қазір, не болады? Қиянат болады сол мамандыққа. Қиянат болады. Сол мамандық бойынша адамдар семен мәміле қылады ертең. Дәрігерсің ба, мұғалімсің ба, заңгерсің ба, білмеймін кімсің. Сен оны өтірік оқығансың. Сол мамандыққа сен қиянат жасадың. Түсінесің ба? Сенің айтып жатқан жауабың қазір міне. Яғни арзан болған екен түсе салғамын ғой деп 4 жылдан әңгіме айтып тұрсың сен. Арада 4 жыл уақыт өтіп кетті, дипломыңды алып алдың. Мамандық таңдалды деп айтайық. Енді сол мамандықты хаққысын беріп оқыңыздар. Ертең қияметте бәріміз Алланың құзырына барамыз. Алланың құзырына барған кезде әрқайсымыз өз мамандығымыздан сұраламыз. Ол сен таңдаған мамандығыңды тастап кетсең қазір істемей, жауап бересің. Өйткені сенің орныңа бірнеше адам таласқан еді уақытысында. Сөйтіп саған нәсіп болып, сен сол оқуға түсіп кеткенің. Біраз балалар ауылына қайтып кеткен еді сөзде, түсе алмастан, орын шектеулі ғой. Сен ол орынды бітіріп алдың да, не істеп жатсың енді? Енді сол бойынша жұмыс жасамай, оқуға бармай, түнімен қаңғырып, обед кешін ұйықтап, бүйтіп сессияңды жауып, солай жүрген болсаң қиянат жасап жатсың. Кейін оны сол сала бойынша жұмыс істемей тағы кетсең, тағы екінші қиянат болады. Кейін ертең сен содан сұраласың.